Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге мен Айгерім Гарифулла, және бұл Эджи подкаст. Бұл подкастта біз адамның басына көптеген келген проблемалар мен ақша, рухани даму, потенциал ашу, қарым-қатынас жайлы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Яғни эксперттерді, өз саласының мамандарын шақырып, сіздермен бірге өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Алдағы подкастымызда соңына дейін көріңіздер, ақшалай сыйлығымыз бар. Подписация етіңіздер, лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар. Бүгін бізде қонақта, қалай айтсам екен десе, Жұлдыз Ақболат, инвестор, өздеріңіз білетіндей инвестор. Бұл кісі енді көп инстаграмда көрінбесе де, біраз ханымдардың иншаллах былай ақша жолында, байлық жолында деймін, рухани жолында өзін табуға бір кішкене болса да үлесін қосып жүрген ханымдардың бірі. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік Айгерім ханым. Шақырғаныңызға Аллах разы болсын. Бүгінгі подкастты сондай бір берекелі подкаст болсын. Амин, баршамыздан разы болсын. Қалыңыз қалай? Рахмет, өте жақсы, шүкір. Қазақстанға қош келдіңіз. Рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді бүгін бізде бір жайлы, өзімше бір әңгіме подкаст болсын деп иншаллах ниеттеніп жатырмын. Қазіргі таңда Жұлдыз ханым немен айналысып жатыр? Күндері немен өтіп жатыр? Бір көп көрсетпесеңіз де, бір қысқаша айтып кетсеңіз. Байқап отқандарыңыздай, құрметті оқырмандар, енді өзімнің жүзімді көп көрсете бермеймін. Ол менің шешімім болды. Бірақ жалпы инстаграмда да тура осындай позицияны ұстанамын да, адамдар менің түріме келмесінші. Әр адамның бойында өзіне тән потенциалы, білімі болады ғой, Аллах берген. Мен сол нәрсеге келсінші деген ниетпен аса қатты жүзімді көрсетпеймін. Сол үшін де бүгінгі подкасты бойында менің түріме емес, бәлкім сіздерге айтылатын осындай бір подкасттың ішіндегі пайдалы ақпараттарға мән берсеңіздер екен. Жалпы қазіргі уақытта инвестициямен айналысамын. Сонымен қатар инстаграм блогым бар, қатты өте үлкен емес, бірақ бар. И сол блогымды иногда жүргіземін, былай айтқан кезде. Сонымен қатар бір проектім бар, Сейф деген. Ол жерде осы бір сіз маған қойған сұрақтар бар ғой, именно ақша, әйелдің ақшасы, әйелдің потенциалын ашуы, жалпы болады ғой, осындай ақшамен қарым-қатынас, байлықпен қарым-қатынас, ризыққа байланысты осындай бір теманы алып ашатын осындай Сейф деген продукт бар. Міне осы екі саламен айналысып жүрген жайым бар. Машаллах. Негізі Жұлдыз ханымның инвест партнеріміз. Машаллах, бұл кісі енді әрбір қазақ бай болсын деген ұстанымды ұстанады. Соған байланысты, яғни инвестициядамыз. Сейфтің де қатысушымыз, яғни ол жердегі үлкен көптеген ақшаға да, рухани байлыққа да, рухани дамуға да, өзіңнің жан тыныштығыңды дамытуға да көптеген тақырыптарды ашып айтасыздар. Алла разы болсын. Білімдеріңіз көбейе берсін, аудиторияларыңыз көбейе берсін, көмектеріңіз тие берсін. Ал онда бисмиллах деп біз бастайық. Ең алғашқы сұрағым, мынау жаңағы айтып жатырмыз ғой, сейф деп жатырмыз. Ақшаға шамалы чуть позже келеміз, сейф деп жатырмыз. Осы сейфтегі қазіргі таңда мен білуімше сіз ханымдарды, тек қана ханымдарға ғана арналған, ханымдардағы көбінесе бір жақсы топ 3 запросты айта аласыз ба? Қазір келіп жатқан жазады ғой, проблемам осындай, осыны қалай шешсем болады, қалай көмек бере аласыздар, қандай запрос жауып жатсыздар дегендей. Ең бірінші топ келетін бірінші сұрақ, ол, конечно, ақша. Лично өзінің ақшасы. Мен бір жерде тұрып қалдым, болмаса мен табысым жоқ, мен неден бастасам болады. Үйде отырып қалған әйелмін, бірақ мен ішімде соңында бір өте үлкен құлшыныс бар, үлкен ақша табуға. Бірақ ол просто арман ба, или оған жетуге бола ма деген сияқты запрос бірінші келеді. То есть өзімнің именно байлық жағынан қалай көтерілсем болады деген сұрақ бірінші, топ прям. Екіншісі, қызық запрос, айтады да, мен уже табыс табамын, жақсы ақша табамын, бірақ күйеуім таппай қалды дейді. Почему? Бұның қандай да бір қарым-қатынасы бар ма ортасындағы? Менің ақша табуымның күйеуімнің ақша таппай қалуына тікелей әсері бар ма? Неге ондай болып кетті? Вот я сейчас зарабатываю, бірақ күйеуім таппай жатыр, не істеуге болады деген екінші запрос бар. Үшіншісі, бұл адамдардың көбінесе айтады да, мен енді дейді, табыс табуды үйрендім дейді. Бірақ соны ішімде, жүрегімде тыныштық жоқ дейді. Бар ма сондай өмір дейді, бар ма сондай адам, который жақсы табыс табады?
но при этом өте иман ахуалы жақсы, жүрегі тыныш, құлшылығын орындайды, но при этом адалынан табысын тауып жүрген адам. Осындай өмір вообще мүмкін ба? Мен сол өмірді қалаймын дейтін 3 типті әйелдер келеді. И қарасаңыз 3 запрос андай да, бірінен соң екінші туындайтын запростар. Бірінші байып алайын дейді. Байып алғаннан кейін неге қасындағылар байымай жатыр дейді. Сосын қасындағылар байығаннан кейін енді неге мен ішімде тыныштық жоқ дейді. Именно осы сұрақтар өте популярны, прям топ болып келетін. Машаллах. Яғни шынымен де қазіргі таңдағы ханымдардың өзінің бір не дейін, болі деп айтсақ болады, Болі, иә. Өйткені көп білеміз, қарызда жүрген, кредиттері бастан асады, бір пособияға өмір сүріп жатқан ханымдар бар, иә. Сол кісілер. Енді онда осы жерден бастайын. Ақшаға адам қалай жетеді, я болмаса бірінші ақша табу, я болмаса ризық табудағы бір өзінің нелері бар ма, инструкциясы бар ма, адамның ақшаға деген қарым-қатынасы қандай болу керек? Сол туралы айтып берсеңіз. Бірінші осы сұраққа жауап бермес бұрын айтып кетсем екен, потому что кейбір оқырмандар ойлайды да, типа, ой, мына әйел деген уже байып алған. И ана болады ғой, байып болғаннан кейін шәстен неден қақ деп отырасың ғой, мәз болып. Сөйтіп әңгіме айтып отыр, ол менің жағдайымды түсінбейді, бұл мен деген сол бір зарплата қарап отқан адаммын деп кейбіреу тыңдағысы келмеуі мүмкін. Сразу ескертіп кете қояйын, что мен декретте деп отырған әйелмін, прям дымсыз, ақшасыз. Мен әкесем бай емес, миллиардер емес, кәдімгі қарапайым ауылда, поляда жұмыс жасайтын кісілер. Мен де бір зарплатаға қарап жұмыс жасағанмын, университетте жұмыс жасағанмын, мамандық негізі мұғалім өзімнің. Жаңағыдай күйеуге қараған моменттер де болды, күйеуімнен көп тауып кеткен моменттер де болды. В общем, қазір егер мен бір сұраққа жауап берсем, значит, ол нәрсе менің басымнан өтті. И сол үшін ол нәрсеге мен жауап бере аламын деген сөзді. Сол үшін де егер сіздердің орталарыңызда ой қойшы байып болғаннан кейін осындай әңгіме айтып отыр ғой дейтін болсаңыздар, лучше басынан бастап тыңдауды советую. Өйткені жаңағыдай сіз айтқан сияқты болады ғой, бір зарплатаға қараған, либо вообще ақшасы жоқ әйел шынымен вообще ақшаны қалай табуға болады? Нені өзгерту керек болады? Либо пахать етіп жұмыс істеу керек па? Или вообще мышлениеден бастаған дұрыс па деген сұраққа жауап берсем деймін. Жалпы негізі пахать еткен адаммын. Өте көп. Прям нереально. И пахать деген сөз жек көремін уже. Біреу жұмыс жасау керек десе, ё-май, жасадық қой жұмысты, дым шыққан жоқ қой деген сияқты ондай ашуланатын моменттер де болған да. Бірақ қазір сол жолдардан өтіп, қазір артыма қараймын да айтам. Пахать деген сөз это жаман емес екен. Просто пахать деген сөздің ұғымы жаман да, бірақ ол не? Еңбек ету деген сөз ғой. Еңбек ету. Ал еңбек ету никогда жаман болған емес. И сол үшін де егер араларымызда еңбек етпей, болмаса аз еңбек етіп, көп табыс тапқым келеді дейтін болсаңыздар, мен айтар едім, не надо. Бармай-ақ қойыңыздар. Ол өтірік ұғым. Өйткені адам еңбек ету керек. Мысалы, допустим, қараңызшы, екі адамды алыңызшы, біреу еңбек етеді, ал біреу еңбек етпейді. Азғындалатыны қайсысы? Қол бос адам ғой? Иә, қол бос адам. Потому что еңбек етіп жүрген адамның азғындалуға да, біреудің артынан бірдеңе айтуға да, жаман ой ойлауға да уақыты жоқ негізінде. Иә. Вообще уақыты жоқ, потому что айтады да, қоя тұршы айналайын. И так та өзім мына жұмыстарын басына асып жатыр дейді да. Адамның еңбек еткені негізі адамның өзінің жеке тұлғалық өсуіне өте жақсы әсер етеді. Сол үшін егер ханымдардың арасында мен еңбек етпей, жатып, үйде аяқты көтеріп тастап, табыс тапқым келеді дейтін болсаңыздар, нет. Бұл өмірдің заңдылығы бар. Кәдімгі осы өмірдің заңдылығы бар. Ол қандай? Сен бисмилля деп ниетін жасайсың, жаңа амалыңды етесің, соған сай ақшасы келеді. Иә. Ал андай, білмеймін, ондай өмір бар ма жоқ па? Жаңағыдай болады, дым істемей аспан ақша жауатын. Ондай, скорее всего, біздің өмірімізде ондай нәрсе жоқ. Сол үшін де бірінші айтатыным, сразу ақша таппас бұрын келісіп алыңыздар. Иә, мен өмірімнің алғашқы жылдарында еңбек ететін боламын. От души прям. Бәлкім күніне өте көп уақытымды беретін шығармын да еңбек етуге. Сол үшін де еңбек ететін боламын, и мен сонымен келісемін деп басасаңыздар, ана адам жылай бермейді. Мен көп жұмыс істеп жатырмын, дым жоқ демейді. Даже көп жұмыс істеп жатқанның өзі сен үшін ол жемісін беретін нәрсе. Еңбек всегда жемісін береді. Сол үшін айтар едім ше, егер сіз іштемей әлі табыс көп тапқыңыз келсе, ниет бар болса, ол өте жақсы. Өйткені ол ниет екінің бірінде жоқ негізінде. Біз ойлаймыз ғой, кто не хочет деген сияқты. Ақшаны кім қаламайды деп ойлаймыз. Негізі таныстарымызға қарасақ қаламайтын адамдар бар негізінде. Ой, маған жарайды осы жұмысым дейтін адамдар бар. Ал бірақ именно сіздің ішіңізде нет, мен просто зарплата емес, өте көп ақша қалаймын деген ниет болса, это же не зря. Ол да келіп тұр ғой сізге. Аллахтан келіп тұрған осындай бір өте бір болады ғой, қалаушылық деп айтайыншы, қалаушылық сезімі. Значит, үлкен ақша қалаушылық сезім болса, енді не істеу керек? Екінші сұрақ, я Аллахым, мен ішімде осындай қалаушылық бар екен. Енді соған қалай жетсем болады екен деп адам
андай сонымен арпалысу керек та. Қалай үлкен ақшаға дым істемей жетсем болады екен деген емес. То есть, видите, запрос басқаша уже. Дым істемей жетсем екен деген емес, Аллахым, еңбек ет десең, еңбек етем мен. Бірақ маған жолдарын көрсетші деп ниет қойған кезде, будет вам счастье. Иә, шынымен де адамдар деген қазір қалай ойлайды? Ақша деген қолдың кірі деген бір күшті ұғым бар, иә. Зачем маған кір? Зона комфортадан шыққым келмейді. Или осы бір дипломды алдым, значит, осымен до конца жизни өмір сүруім керек. Бірақ былай жақындап сөйлессең, не дейді? Мальдив аралдарында демалғым келеді дейді. Негізі қалайды, иә. Негізі қалайды. Осы жерде әйел адам қалай жасау керек? Өзінің потенциалын ашудағы. Қалай аша алады? Мысалға, сіз жаңа айттыңыз ғой, мен де декретте отырғанмын. Яғни осы декреттен, депрессиядан, я болмаса қиыншылықтан, негізі ол не үшін болады қиыншылықтар? Бірінші сұрағым, не үшін болады қиыншылықтар? Екінші, әйел адам қалай потенциалын ашады? Негізі өзінің потенциалымды примерно көргім келсе, шынайы отырып, прям дәрет алып отырып, қағазға жазу керек ше. Что я хочу? Жаңа Мальдив аралдарына бару, иә. Жаңа Нью-Йорктан үй, ана болады, ой, қойшы, орындалмайды емес. Реально ішімде менің нағыз қалаушылығым қандай деп, прям бәрін жазу керек қағазға, прям отырып алып. Бәрін жазыңыз. Жаңағы Ламборгини машина болсын, иә, мысалы гелик дейсің ба, да не қалайсың, бәрін жазыңыз да, сол арманыңызға қараңыз. Анау кішкентай тұлғаның арманы емес ол. Маған бір үй жарайды, бір машина болса болды деген адам арман емес болса, тогда иншаллах сіздің потенциалыңыз соған сай үлкен болу вероятності бар да, үлкен. Өйткені ана үлкен қалаушылықтар туып тұр ғой, жаңағыдай сіз жұрттар қаламайтын Нью-Йорктан үй деген тұр да, мысалы, например, примерно. Сол үшін де егер өзіңіздің бойыңыздағы шынымен де қаландай потенциалыңыздың бір деңгейін бір сезінгіңіз келсе, айтар едім ше, просто қағазға жазыңыз. Сіз не қалайсыз? Прям бәрін қысып қалмай, жаңа ой қойшы бұл болмайды емес, бәрін прям жазу керек те, соған қарау керек. Мынандай қалаушылықтарым бар, ужас. Мен запросым деген өте үлкен екен ғой деп кәдімгі әйел қарай алу керек. До конца жизни еңбек етуім керек екен ғой деген келеді. И сол запростардың ол жерде келген жаңағы әрбір ризық деп айтайыншы, жаңа үй болсын, машина болсын, үлкен білімдер бар арасында. Соларға қарап потенциалын көрсе, и потом ол әйел отырып алып, жаңағыдай сол моменттен бастап уже честный болу керек та, қалай? Я Аллахым, оказывается, мен бойымда көп қалаушылық бар екен. Көп прям ужас, не деген сұмдық мынау деген. Бірақ мен оған қалай жететінін білмеймін, потому что мен қазір ауылда отырған әйелмін, болмаса табысы жоқ әйелмін. Жаңа айына 100 000 теңге келсе, соған риза болатын. Пособиеге қарап отқан. Бірақ мынаған қалай жететінін білмеймін. Бірақ сен білесің ғой. Өзің маған көрсетші. И маған осы жолға, жаңағы осы қалаушылықтарыма қалай жетуге болатын, өзің маған үйретші деп ниет етіп, бисмиллах деп, я Аллахым, мен еңбегім жасаймын деп, и бастаған дұрыс болады да. Любой істен. Я не знаю. Бірақ тағы бір сұрақ қойса болады өзіне. Допустим, например, ол әйел қалай өзінің потенциалын ашады деп жатсыз ғой. Бірақ сұрақтың көмегімен ашылады деп ойлаймын. Қалай? Егер менің қолымда, басымда бірде-бір проблема жоқ. Жаңа кредит, қарыз, біреуге беретін ақша ештеңе жоқ. То есть ол проблемалар жоқ уже. Қалтаңда ойбай өте үлкен ақша. Прям нереально, сен өмір бойы жұмыс істемесең де болатындай сенде сумма бар. Нереально байсың, дым проблемаң жоқ. Немен айналысар едің? Вот осы сұрақты қойса әйел өзіне, мен немен айналысам? Вот реально менде вообще бәрі бар. Неме айналысам деп, сол кезде адамның нағыз қалауы шығады өзінің. Мен жаңағыда айтатшы, білмеймін, жаңағы біреуге білім үйреткім келеді дейді, біреу айтады. Біреу айтады, мен біреуге андай болады ғой, көмек қолын созғым келеді дейді. Әркімде әртүрлі. Біреу айтады, мен сурет салумен айналысатын едім дейді. И получается, сіздің былай айтқан кезде өмірлік қалауыңыз шығады да ішіңізден. Шынымен де сіздің неге икеміңіз бар, нені жақсы көресіз. И мен айтар едім, сол салада жаймендеп бастаған дұрыс болады ау деп. И, конечно, сразу бірінші айда сен миллиард тауып кетпейсің. Это невозможно. Реально. Даже возможно болуы да мүмкін, бірақ енді ол Аллаға ғана мәлім. Бірақ, ой қойш, мен ақша таппаймын ғой деп ысырмай, наоборот, шынымен өзің жақсы көретін, саған жеңілдетілген, Аллах саған жеңілдетіп қойған жаңа іс бар ғой. Мен басында проблема болмаса, бүкіл ақша болса, мен осымен айналысам деген іс. Содан бисмиллах деп содан бастау керек. Аз-аздан. Мысалы, адамдар бар, андай жақсы көреді видео түсіргенді. Просто әдемі видеоларды. Пожалуйста, майблогер болып жұмыс істеп бастап көр. Енді, естественно, оның оқуына ақша керек болады. Это все неизбежно. Қандай болады ғой? Ой, қойшы, оның оқуына ақша жоқ менде деп қоя салу. Болмаса алғашқы айда мен миллион таппаймын ба не? Жоқ, маған керек емес деп қоя салу деген жоғынан. Аз-аздан бастау керек. Аз-аздан. И сөйтіп бастап, былай айтқан кезде, алғашқы айда бәлкім 10 000 теңге табарсың. Я аз жетпейді ол. Но, блин, сен қазір дым істемей отырсың ғой.
нөл болып отырсың ғой, ну как-то өмір сүріп жатсың ғой. Иә. Пускай келесі айда нөл болып өмір сүре бер, я не знаю, бірақ плюс жаңағы саған ұнайтын ісің саған 10 000 теңге алып келсін. Просто осылай ондай потенциалына ашуға алғашқы қадам жасауға болады да. Біз не істейміз? Біз қадам жасамаймыз. Біз бірден ақшаға қарай барамыз. Иә, ақшасын қараймыз да. А че маған бірінші айда бұл миллион алып келмей ма не? Мен уақытым жоқ болған. Иә. Менің айналайын шығыным көп дейді да. Бірақ ол жұмыста қалады, басқа жайына қалады да. Сол үшін де осылай аз-аздан бастаған жөн болады. И, конечно, потенциал ашылу жолында жаңағы аз-аздан үздіксіз деген андай принципті қолға алу керек. Біз айтамыз ғой, аз-аздан жарамайды маған. Мен хап еткізіп бір алуым керекпін, и вот каждый раз солай болу керек деп ойлаймыз. Бірақ олай жұмыс жасамайды ғой. Өмірдің заңдылықтарына келмейді ол нәрсе. Сол үшін аз-аздан үздіксіз деген принципке жатып алу керек. Я бүгін саған 10 000 теңге алып келсін ше, прям мақтанатындай зарплата емес. Но білмеймін, 2 айдан кейін ол саған 200 000 алып келетін шығар. Үздіксіз жасасаң болады ғой, өйткені оған бірақ дәлел нәрсе бар да. Допустим, английский білмейсің, прям қатты қалайсың шетелде жүруді, ағылшынша бүгін білмейсің, сен айтасың да, ой, мен шетелге барсам, аузыма құм құйылады да қалады, мен пока ағылшынша білмеймін деп қоя салуы мүмкінсің. Либо аз-аздан үздіксіз күніне бір сөзін жаттап отырып, бір сөзін жаттап отырып, 2 жыл бойы заниматься етсең, точно сөйлейсің ғой ағылшынша. Иә. Вот потенциал солай жұмыс жасайды. Аз-аздан үздіксіз келеді, ашылады ол, жайлап ашылады. Главное, сол моменттерде честный болу керек. И өзінің всегда еңбектенетінге уже көну керек. Андай еңбектенбей келе салады деген нәрсе болмайды да. Жаңағы дым үйренбей ағылшын тілін. Таңертең тұрамын да, ағылшын сайрап кетемін деген әңгіме жоқ қой енді. Вот тура сол сияқты еңбектенбей ештеме келмейтінін түсіну керек. И жаңағыдай үздіксіз әрекет ету барысында ашылатынына сену керек. Мен андай естідім да, бір кісі хабарласты да, айтады, мен осындай бір салада айналсам дейді. Бірақ менікі ма, менікі емес па деген сұрақ болып тұр менде дейді. И жаңағы ақшаға байланысты да. Мен айтамын да, осы сала сізге айына 5 миллион теңге әкеп тұрса, сіз осы менікі ма, менікі емес па деп ойланар ма едіңіз? Сөйтсем, әкеп тұрса, конечно, менікі дейді да. Ну, я говорю, ну, значит, дело потенциалда емес, дело в деле да емес қой. Значит, ол кісінің мәселесін барлық ақша келіп тіреліп тұр да. Яғни осы жерден мен ақша таппай жатырмын. Значит, ол жерде жаңа сіз айтқанда ниеті дұрыс болмауы мүмкін, ниеті дұрыс болса, әрекеті дұрыс, амалдары дұрыс болмауы мүмкін, яғни өзінің бір заңдылықтары бар дедік. Сол сияқты адам шынымен де потенциалын емес, көбінесе мынау материалдық жағына қарай. Иә, материалдық жағына. Но андай ғой, енді білмеймін, қазіргі замандағы әйелдер, тем более қазақ қоғамындағы әйелдер бізге енді көп ақша керек, білмеймін, немесе керек. Вот нереально асығыспыз еще бар ғой, асығыспыз, нет, маған уақытым жоқ оған. Жаңағы енді қысып бара жатырған болар енді, білмеймін, материал жағдай қысып бара жатыр, бәлкім қарыз келіп қалып жатыр деген сияқты. Ондай тез керек маған дейді да. Бірақ оның да хикметі бар ғой. Неғып біздің қоғамдағы әйелдерге тез срочно көп ақша керек? Неге үйтіп қалды? Оның хикметі бар қандай? Ну, тез срочно көп ақша табу керек, значит, жатпау керек. Жатуға болмайды деген сөз, значит. Біздің қоғамдағы әйелдерге жатуға болмайды деген сөз. Срочно тез амал ету керексің деген сөз. Болады саған ол ақша. Келеді, ой, артығымен келеді. Бірақ не істеу керек? Жаңағыдай, все, сен қалып баратсың. Жаңа қысып бара жатыр ғой, тез ақша керек деген нәрсе. Ол не? Сен уже қалып баратсың. Жайбарақат жатсың. Жаңа тез істеу керек еді деп отырсың да, просто так. Отырмау керек. Значит, реально тез амалын етіп, жаңағыдай ниетін түзілеп, керек болса, сразу амалын жасау керек деген сөз. Это тоже оның хикметі бар да, артындағы. Да, машаллах. Шынымен де көп ақша керек. Даже не үшін мамаларымыздан сұраймыз ғой, маған ақша керек дейді, не үшін керексе, жоқ, жай бере сал дейді да. Вот соның өзі де бізде бір қалыптасып қалған өзінің бір несі. Енді жаңа айттық қой, зона комфортадан жаймендеп өзінің потенциалын ашып шығып келе жатыр ханымдар, негізі адамға проблема не үшін келеді? Мысалға, мынандай нәрсе де бар да, адамға қарыз келеді, чтобы ол жаңағы көп еңбектену үшін. Жатпау керек деген үшін. Я болмаса проблема келеді, чтобы тоже жатқызбау үшін деген сияқты. Бірақ кейбір ханымдар келеді бізге де психология жағынан да ақша жайында сұрап келеді. Ну, мен жасап жатырмын, бірақ у меня не получается. Жасап жатырмын, но не получается. И сол кезде айтамыз, сізде шарт бар. Бірден болып кетсін деген. Осы жерде қалай жұмыс жасау керек адам? Шартты қоймас үшін. Ол жаңағыдай ғой, жаңа изначально ол мен еңбектенуге келіспеймін деген шартпен келген да. Мен етем бір-екі еңбегімді. Но сразу после этого ақша келмей қалса, айналайындар, мен бармаймын дальше. Ол сияқты ғой. Психологияны оқып алам, бітті мен.
психологпын. Енді маған 100 адам клиент тұрсын есіктің аузында. Сұрап прям. Сол, ол шарттан. Мысалы, допустим, элементарно врачты алайықшы. 9 жыл оқиды ғой. А что если 2 жылдан кейін айтса? Так, стоп, айналайындар, рахмет. 2 жыл оқыдым. Мен қашан врач боламын деп айтса. Оған айтады ғой, сен әлі дайын емессің ғой. Сен әлі білмейсің, сенің салаң, профессияң оңай емес. Сенің салаңда өте көп практика керек, опыт керек, білім керек. Сол үшін 9 жыл ол. Это же не зря 9 жыл. Бекерден-бекер отырып қойылған дата емес қой ол деген. Сол үшін де сендер ұзақ еңбектенесіңдер деп, ол уже бар да, оның объяснение, смыслы бар. Сол сияқты егер кейбір ханымдарда, егер өздері қалағандай, якобы ниеті дұрыс болса, егер, мысалы, например, айтар едім, ниеті дұрыс болса, амалы дұрыс болса, но при этом әлі ақша келмей жатса, ол жерде түсіну керек ше, ол ханымға әлі көп опыт керек, көп практика керек. Бірақ одан бұрын жаңағыдай сұрап алу керек, мен ниетім қандай дейді. Тез жұмыс істеп, тез ақшаға байып жата қалу ма? Ана ақшаны жинап тастап, үй жинап тастап, машина алып тастап, жаңағы болады ғой, бала шағасын қамтамасыз жата қалу ма еді, қандай еді деп бір ниетін қараса, негізі ниетінде сразу шығады. Өйткені басқа әйелдер туралы айтпай қойын, өзім туралы айтайын. Ниетінде сондай болды. Өте көп еңбектеген моменттерде, оказывается, мен жинап жатырмын да. Үй, машина, жаңағы бала шағам әперіп қойғым келіп, уже соңында не үшін? Жату үшін. Жаңағы үйім бар, шүкір деп қоясың, жаңағы машинам бар, қос-қостап, бала шағамның уже қамтамасыз етілген болашағы, жақсы садикке барады. И дальше еңбектенбеу үшін екен да, оказывается. Көбімізде ниет сондай. Лично менде сондай болды. Как только соны байқаған кезде Аллах көзімді ашып көрсетті, что айналайын, сен не туда идешь деген сияқты. Мен сол кезде андай болды да. Я Аллахым, оказывается, мен ниетім, даже табыс тапқандағы ниетім дұрыс емес екен. Сен маған беріп жатсың мейіріңмен, көп ақша беріп жатсың. Бірақ менің ниетім дұрыс емес болмай тұр да. Жаңағы сен бере бер маған, Аллахым, мен соны жинап жатамын бір күні. Сол кезде мен сені сұрамаймын деген сияқты бір түрлі ниет екен. После этого тәубе етіп, я Аллахым, мен түсіндім, мен өлгенше еңбек етемін. Өйткені еңбек менің азғындалмауыма әсер ететін құрал. Ол керек ол нәрсе. Сол үшін де өлгенше еңбек етемін. Прям енді қанша уақытта білмеймін ғой, енді ғұмырым бітетіні, бірақ соған дейін адамдарға қызмет етемін деп уәде еткен кезде, сол кезде уже мен бір болады ғой, түсінесің да, что жатпайсың сен никогда. Жатпайсың реально. Сол үшін ханымдарға айтар едім, жатпайсыздар. Никогда. Тем более біздің халыққа, вообще біздің халықтың әйелдеріне бізге вообще жатуға болмайды. Өйткені біз жалқауланып кетіп қала беретін адамдарымыз, енді не істейміз. Сол үшін де үнемі еңбек етемін деген нәрсені миға сіңіру керек. Осы жалқаулық туралы айтып кетейінші. Мысалға, мынау да жалқаулықтан болуы мүмкін, ханымдар бар ғой, күйеуге шығады. Күйеуге шыққаннан кейін жаңағы муж должен деген нәрсе болады ғой. Ол да бір шарттың бір түрі. Айтады да, неге мен жасауым керек? Күйеуім асырамай ма? Мен не үшін күйеуге шықтым онда? Яғни ол жерде де ниет шығады, ол жерде де шарт шығады. Осы кезде қазір ханымдар шығуы мүмкін да. Сонда күйеу қайда? Мен өліп пахат ететін болсам, еңбек ететін болсам, тогда муж маған не үшін? Шынымен сөйтіп қоятын сұрақтар бар. Почему дейді да? Почему мен жасауым керек? Ол ше дейді да? Сол кезде не айтамыз біз? Ол кезде айтамыз, сіздің негізі сұраватқан сұрағыңыз өте логично. Дұрыс, шынымен де шариғи жағынан қарасақ, әйелдің толық қамтамасыз етілуі күйеуінің мойнында. Ондай уақытта, әсіресе отбасылық ханымдар болатын болса, айта алмаймын сендерге, нет, сендер күйеулерің болса да асырау керексіңдер өздерің, нет. Ондай уақытта күйеуге шықтың ғой. Күйеуге шыққаннан кейін күйеуге шыға салысымен сол күні уже ақылдасу деген мәселе кіреді ортаға. Енді жалғыз жүрсең, ты можешь зарабатывать хоть миллиард же, жүре бер, өзің біл, қалағанды біл. Но күйеуге шыққан кезде сенде ақылдасу деген функция пайда болады. Күйеумен. Сен айтасың, жан, сен мені асырайсың ба? Ол естественно, енді любой жігіт сені асыраймын деп алады ғой, енді само собой асырамаймын, өзіңді өзің асырайсың демейді ғой. Сен мені асырайсың ба? Менің қандай қажеттіліктерім жауап бере аласың? Жаңа үйіңді, тамағыңды, сенің киімдерің деген сияқты. Хорошо, мен оған разымын. Өйткені любой әйел разы болар еді, оны күйеуі толығымен жаңа қажеттіліктерін асыраса. Одан да жоғары қылып асыраса, андай уже любой хотелкаларын алып беретін болса, тіпті жақсы. Но при этом әйел айту керек. Менің жұмыс жасағаныма разысың ба? Мен өткенім бойымда жарып барған потенциалым бар, білмеймін. Ішімде жарып баратыр, адамдарға көмектескім келеді, адамдарға білім бергім келеді деп күйеумен ақылдасу керек. Егер күйеуі, конечно, без проблем жұмысын жасай бер дейтін болса, ондай уақытта әйел осы жерде алғашқы бір қателігін жасамау керек. Қандай? Хорошо, күйеуі асырап жатыр, базалық қажеттіліктерін жауап жатыр. Сосын әйел табыс таба бастайды.
сол кезде не істейді күйеуіне, а так я тоже могу зарабатывать, міне ақша деп уже күйеу алып беру керек нәрселерді өзі алып бастайды да. Күйеудің алып беру керек міндеттеріне өзі кіріс бастайды. Допустим, осы айда күйеу жаңа продукт толтыра келіп қойды, и әйел табыс тапса не істейді бірінші? Күшті продукт әкеліп қояды үйіне, толтырып прям, ой, неше түрлі нәрсе заказ беріп деген сияқты. Ондай уақытта тағы не істейміз? Тағы ақылдасамыз күйеуімізбен, жаным, менің табысым бар. Мен оны өзімнің қажеттіліктеріме жаратсам бола ма? Қажеттілік болғанда қандай? Лично өзінің күйеу жабу керек емес, жаңа киімдеріне емес. Именно әйел адамның ақшасы қайда кету керек негізі? Негізі в основном оныңкі өзінің дамуына, біліміне кету керек. Извините, бірақ қазіргі уақытта білімдер арзан тұрмайды. Бір ғана коучқа барсаң, мысалы, как минимум 2-3 миллион төлеу мүмкінсің. Ну, примерно. Сондықтан өзінің білім алуына жұмсаған дұрыс, әйел ақшасын. Екіншіден, жаңағыдай садаққа берген дұрыс. Ол күйеуінің ақшасына қарамастан, вообще өзінің лично ақшасына садаққа берген дұрыс көбірек. Үшіншіден, жаңағыдай болады ғой, өзінің шынымен де махрамдары жоқ, жаңағы ағасы, әкесі жоқ, өзінің сіңілдері болса, қыз балалар, солардың оқуына, біліміне көмектескен дұрыс болады деп ойлаймын. Енді ол лично өзімнің көзқарасым. Оған біреу келіспесе де болады, келіссе де болады, но бірақ осыған жұмсасаң, негізі ақшаң артылмайды. И, конечно, одан артылып баратса, уже болады ғой, просто сыртқа шығып қараңызшы. Просто қазақ халқының өміріне бір қарап көріңізші, кімге көмек керек деп. Өте көп көмек керек нәрселер бар. Мектептерге керек көп көмек, балаларға керек көп көмек, кішкентай жасөспірімдер біздің болашақ үміт қой енді, былай айтқан кезде. Өте көп көмек керек жерлер өте көп. Сол үшін ақшаң тасып баратса, күйеуіңе көмектеспей, и так табысын тауып жүрген адамға көмектеспей, бір кішкене қазақ халқына бір қарап қойса. Кімге көмек керек өзі деп бар ғой. Жетім балалар бар, ондай орталықтар бар, жетім балалар көмектесетін. Соларға бар, пожалуйста. Сондықтан біз не істейміз? Бірінші қателігіміз и так-та табыс тауып жүрген, аяқ қолы бүтін, 12 мүшесі сау еркегімізге көмектесе бастаймыз ғой. Оған көмек керек емес. Вообще көмек керек емес оған ақшалай. Көмек басқа адамдарға керек, жаңағы жетім балаларға бар, пожалуйста. Өзінің туысқандарының арасынан қарасаң, шынымен көмек керек қыз балалар бар, сіңілдерің, әпкелерің деген сияқты бар ондайлар. Соларға көмектес. Біз не істейміз? Сап-сау табыс тауып жүрген адамға, еркек күйеуімізге көмектесеміз да, оны сөйтіп моральный инвалид қыламыз. Өйткені ойлаңызшы, любой адам енді пенде ғой, періште емес. Біреу сырттан маған көмектесіп жатса, мысалы, мен жұмысымды істеп жүремін, өзімен өзім жаңағыдай. И біреу сырттан келіп маған көмектесіп жатса, ақша беріп ай сайын, мен не істеймін жұмыс деп? Жаймен деп жата бастаймын ғой менде. Жұмысым болмай жатыр деп бастаймын ғой менде. Өйткені сырттан келіп жатқан бесплатный көмектен кім отказ береді? Ешкім отказ бермейді ғой. Сол үшін әйелдерге айтар едім, бұл менің қателігім болды. Менің қателігім болғаннан кейін айта аламын да, что вот так делать нельзя. Вообще керек емес олай істеуге. Вообще. Сол үшін де жан-жаққа қара, күйеуіңе емес, жан-жаққа қара, кімге көмек керек деген сияқты. Бірақ при этом өзің тапқан табысынан бірінші білімге жұмса, өзің дамуыңа. И осы жерде қосып кететін нәрсе бар. Жаңа айттыңыз ғой, әйелдер потенциалын қалай ашады деп. Әйелдің потенциалы ашылады, когда басқа адамдарға көмектесем деген кезде. Еркектің де сондай. Любой адамның потенциалы ашылады, басқа адамға мен көмектескім келеді дегенде. Өйткені, хорошо, өзің жаңағы әйел тұрғысынан айтайын, жаңағы күйеуім табыс тауып жатыр, сен асырап жатыр, сенің өзің ақшаң бар, өзің білімге жұмсадың, жаңағы туысқандарыңа көмектестің, қыз балаларға әсіресе. Садақаңды бердің, и қалтаңда артық ақшаң қалды. И сосын не істейсің, жаңағы айтқандай, жан-жаққа қарай бастайсың. Осы қазақ халқына кімге көмек керек екен? Жетім балаларға, жаңағы әкесіз қалған балаларға, мысалы, не істесе болады екен? Қалай олардың біліміне көмектессем болады деп жан-жаққа қараған кезде, сен түсінесің, сен қалтаңда қалған ақша жетпейді оған. И сосын ойлай бастайсың, оказывается, біздің жалпы қазақ халқына көп көмек керек екен ғой. Мен көп табыс табайын деп басталады, сол кезде басталады ниет. Өте жақсы ниет. И сол кезде адамның бойындағы жаңағы түсінесің да, сенің аз ақшаң ол жыртықты да жамамайды да мүлдем. И сөйтіп көп ақша табуға ұмтылыс пайда болады. И ұмтылыс пайда болған кезде потенциал ашылып кетеді. Сонда адамның потенциалы ашылады, когда қоғамға көмектесем деген кезде. Басқа адамға. Өйткені әр адамның өзінің жеке басындағы шығыны бар, ол шектеулі негізі. Біреуге айына 100 миллион спокойно жетеді, күшті өмір сүруіне. Бірақ сен қоғамды қосасың ғой, сол сенің шығының арасына 100 миллионның жетпейді даже. И сен түсінесің, көп ақша табу керек екен ғой деп. Еще мынандай нәрсе де бар ғой енді. Мои деньги это мои деньги. Его деньги тоже это мои деньги. Мысалға көбінесе мынандай нәрсемен хабарласады ханымдар. Тауып атқан ақшамды, жаңа сіз айтып кеттіңіз, беру керек, не жасау керек дегенде. Бірақ отбасында
ақшаны осылай бөлген дұрыс па? Мысалға, менің ақшам, сенің ақшаң, ананың ақшасы, мынаның ақшасы деген сияқты. Өйткені именно осы вопрос көп келеді да, көп сұрайды ханымдар, не істеуім керек дейді. Сол кезде мысалы сіздің ойыңызша не істеу керек? Иә, не істеу керек? Негізі бұл сұрақ білімсіздіктен туады деп айтар едім. Әйел өзінің орнын білсе, шариғаттағы әйел ретінде, күйеу өзінің орнын білсе, бұл сұрақ негізі туындамайтын еді. Қызық сұрақ қой. Представьте, бала туылады. Менің-сенікі. Жаңағы менің-сенікі, болмаса мына баланы кім асырайды, сен, мен деген нәрсе, ол шешіліп қою керек нәрсе еді ғой бала туылғанға дейін. Тура сол сияқты отбасында ақша мәселесі отбасы құрғанға дейін шешіліп қою керек еді ол. Сен маған ұнайсың, мен сені жақсы көремін деп тип кете салмай, реально сұрау керек еді. Так, отбасында кім асырайды өзі бізді? Хорошо, екеуміз отбасы болдық. Ай сайынғы шығымыз примерно осындай, кім асырайды деп сұрақ қою арқылы, ана жігіт өзінің позициясын айтып, қыз оған келіссе күйеуге шығады, келіспесе шықпайды деген сияқты. Негізі ол басында осындай бірін-білікпен талқыланатын нәрсе еді. Ал біз жаңа көзіміз жүрек болып шығып кетіп, потом екі ортасына уже жоқ ше, басқа вариант жоқ, артқа кете алмайсың. Артқа кете алмайсың. Екеуің керіспейді мен сені асырамаймын, нифига. Сен де табыс тауып жатсың, не бірге отбасы емеспіз ба не деген сияқты, қырғын шығады деген сияқты. Сол үшін мен айтар едім, егер әлі отбасы құрмаған қыздар болса, көзіміздегі очкиді бір сәтке ала тұрайық. Бір сәтке. Жігітке айтайық, кім мен асырайды ертең? Ертең мен еще туамын ғой. Жалғыз емеспін мен, туам, сен отбасыңды, сенің андай әулетіңді көбейтемін мен. Еще әрбір туылған баланың жаңа шығыны бір адамның шығынында еще. Мен оларды қалайды екенмін, что жақсы мектепке барған. Кім асырайды осыны деп жігітке сұрақ қою керек. Біз бірақ оны сұрақ қоймаймыз ғой. Біз ойлаймыз, ойбай, мынау деген ақшадан өлген екен деп айтады. Меркантильная деп айтады екен. Құрсын, үндеме деп. Үндемеңіз, соңынан по-любому проблема шығады да. Қандай? Соңында екі ортада бала шаға туылып тастаған, 3-4 бала шаға бар. Шығындары жеп баратыр. Күйеуің айтады да саған, нет, мен асырамаймын сені. Табыстап өзіңде, тауып жатсың ғой, бер дейді. Сол үшін де отбасы құрмаған қыздар болса, пожалуйста, учтите это. Прям отырып алып жігітпен меркантильный деп ойласын. Айт, мен шығыным бар ертең. Кім асырайды оны? Бургер я хочу. Еще мен косметикам өзі осынша тұрады. Осыны келісіп алайық деп изначально келісіп алу керек. Енді келісіп алмай ортаға келіп проблема туындаған ханымдар не істейді енді? Уже туып қойды туатын баласын. Шығынын енді өлтіріп баратыр. 4-5 бала шаға бар. Күйеуіміз айтып жатыр, жоқ мен сені асырамаймын, айналайын, сенде табыстап, сенде табысың бар, давай бер деген сияқты. Ондай уақытта шешеді бірінші Аллахқа бару. Аллахым, оказывается, мен тұрмысқа шығатын уақытта мынау кім кімді асырайды деген мәселеге мүлдем басымды қатырмай шығып кетіппін. Сол үшін де қазір осындай мәселе туындап жатыр. Аллахым, мен қалар едім, что мені күйеуім асырағанын. Осылай қалар едім. Бала шағамның да жаңағыдай әкесін асырағанын қалар едім. Мен бірақ бұны қайтадан менің қолымда емес қой, орнына қоя салу. Жаңа күйеуімді алып келем да, сен мен бүгіннен бастап сен асырайсың деп айтып, ол конечно дей салмайды ғой. Сол үшін маған осы мәселеде өзің көмектесші деп Аллахқа бару керек болады бірінші. Бірінші Аллахқа. Сосын күйеуіңе барасың. Жаным дейсің, сенің мені асырағанды қалайды екем. Мен өзім тапқан ақшаға өзім асырап, қатты шаршап кеттім. Потому что шынымен де табыс табу еркектерге оңай да, бірақ әйелдерге ол оңай емес ол нәрсе. Шынымен қиындау келеді. Бірақ қиындау келеді деп табыс таппай қою деген нәрсе жоғынан. Сразу айта салайын, бір крайностьқа кетіп қалмайық, табыс всегда табатын боламыз. Ол өмір бойына болады. Тағы айтам, жатпаймыз вообще. Енді айтатын нәрсе, күйеуіңе келесің, не айтасың? Мен асырағанды қалар едім. Біздің ай сайынғы шығын үйге осынша, продуктіге осынша, балаға осынша, садигі бар, памперс бар деп бәрін тізіп бересің. Естественно, ол сразу келіспейді. Айту мүмкін, не деген сұмдық шығын, ужас, сен тауып жатсың ғой, бір отбасы емеспіз ба, бірге асырайықта, сонда жүрсін, онда әркім өз ақшасымен өмір сүріп деген сияқты. Ол скандал болмайды емес, болады. Потому что, представьте, еркек өмір сүріп жүрді да, әйелі өзін асырап жүрді, әйелі бір күні келіп айтады, так, стоп, мен асырамаймын өзім дейді. Енді ол да еркекке ауыр тиетін сөзсіз, өйткені ол да пенде. Ол періште емес сразу, конечно, мен осы күнді күттім ғой, когда әйелім келіп, жан, мені асыраш деген кезде мен деп айтам деп күттім ғой демейді. Ол дейтін адамдар бар шығар, но редкость да. Сол үшін де осылай сөйлесесіз. Бірінші с первого раза, наверное, келіспейді, наверное. Бірақ тағы да не істейсіз, тағы сөйлесетін алда Аллахқа барасыз. Аллахым, алдыңғы сөйлескенімде күйеуім маған келіспеді. Ол сенің құлың ғой. Соған сондай мол ризық берші, что ол біздің шығынымызға қарап уайымдап қалмасын. Ол біздің шығынымызға қарап ужас, мен арды асырамаймын деп ойлап қалмасыншы. Аллахым, оған сондай мол ризық берші, оның жолын ашып берші, оның жүрегін ашшы, отбасын асырауға деген осындай болады ғой. Қалашық салшы, Аллахым, мен сені сұраймын деп тағы Аллахқа барасыз.
и тағы күйеуіңізге барасыз. И вот так кругом. Потому Круговорот. что білмеймін, басқа способтар бар шығар. Мен оны білмеймін. Маған көмектескен единственный способ осы болды. Өйткені тоже жаңағыдай менде жаңағы кім-кімді асырайды деп сұрамай шығып алған әйелдің біреуімін. И орта жолға келген кезде, что бүкіл отбасын асырау маған қиын екенін түсінген кезде, мен бірінші Аллахқа бардым. Я Аллахым, помоги мне. Мен уже все шаршап кеттім. Бір отбасыны асырап, иногда даже ойыма келеді, мына күйеуім не істеп жүр мен қасында деген ойлар келеді. Я Аллахым, маған өзің көмектес деп бірінші Аллахқа барам, сосын күйеуіме барам. Жан, мен асырашы, пожалуйста, мен шаршадым, қатты шаршадым. Ол, конечно, керіспейді. Тағы Аллахқа барасың, тағы күйеуіңе барасың. И осылай қайта-қайта сөйлесу арқылы ішіңдегі ана шаршап жүрген, саған оңай емес екен сезімдеріңді күйеуіңе айтқан кезде, оның все равно жүрегіне дәне келеді. Ол сразу өсіп шықпайды. 2 жылдан кейін ғана сен асырау мүмкін. Бәлкім 3 жылдан кейін. Біз ондай келіспейміз ғой әйелдер. Мен қазір айттым. Сразу о да деп келісу керек. И сосын сразу ақша келу керек. Толтырып, мен жатамын деген сияқты. Шартсыз. Ондай шартсыз. Аллах, мен білмеймін. Мен күйеуімнің алдына 20 рет барам ба, білмеймін оны. Бірақ мен амалымды жасай беремін. Но при этом әйелдерде тағы бір айтатын нәрсе бар. Күйеуіңіз иншаллах асырайтын моментке келерсіздер. Иншаллах келіңіздер. Жеңіл түрде. Сол моменттерде жатып алмау керек та. Аллахым, күйеуім даже триллионер болып кетсе де, мені үлдемен бүлдеге орап, не только менің бала-шағам бүкіл үрім бұтағым жұмыс істемесе де, смело жүретіндей халге келсе де, мен өз тарапымнан жаңағы потенциалымды ашып, қоғамға қызмет етіп, беретінді беріп, жаңағы болды, білімді өз тарапымнан еңбегімді беріп жүремін. Мен тоқтап қалмаймын деп, осылай әйел сөз беру керек. Машаллах. Кеше осы менде прямой эфирді талқылап едім. Шынымен де солай күйге шығамыз ғой. Главное шығып алсам. Главное жаңағы маскам шешіліп қалмаса. Әдемі болып, сосын барғаннан кейін қандай істер бар екенімді сосын көреді. Потом оларда вообще шанс болмайды артқа қайтуға. Менде де шанс жоқ артқа қайтуға, сонымен де. И солай сұрақ қояды да, яғни шынымен де не істеу керек? Шынымен де сен білдің, что ол күйеуің осы уақытқа дейін жұмыссыз болды. Бар ғой қыздар мысалға, жұмыссыз жігітке тиеді жұмыссыз жігітке. Сосын оған разы болады, тиіп атқаннан кейін, тиіп болғаннан кейін, бала туғаннан кейін, 1,5 жылдан кейін бастайды. А оказывается, мой муж не работает. Но до этого не работал у тебя. Енді не дейсіз маған? Сол нәрседен прям шынымен де жақсы айттыңыз. Не все потеряно, бәрі бірден кетіп қалған жоқ. Ажырасам деп, мен айтпаймын что ұрып соғатын күйеуі әйелдерге мен ештеңе айта алмаймын, потому что ол өмірге опасно. Айта алмаймын ажыраспа деген сияқты. Если күйеуіңіз ұрып соқпайтын болса, шынымен де просто әңгіме, просто ақшаға келіп тірелген болса, тут не все потеряно, если честно. Тағы айтам, бұл күйеуі ұрып соғатын әйелдерге айтылған нәрсе емес. Бұл күйеуі табыс таппайды. Ұрмайды, соқпайды, бірақ альхамдулилля жақсы. Бірақ табыс табуда проблема болып жатқан әйелдерге айтылады. Не все потеряно, әлі ештеңе кеткен жоқ. Сразу табыс табатын күйеу табамын да, мынадан ажырасам деген ой болса, айтар едім, қоя тұрыңыздаршы. Хоть попробуйте это. Жаңа айтқан нәрсені бірінші Аллахқа барыңыз да, қайтадан күйеуіңізге барыңыз. Айта беріңіз, что сізге қиын ол нәрсе табыс табу. Қиналып жүргеніңізді, шаршап жүргеніңізді айта беріңіз. Ол өзіңнің жемісін беруі мүмкін. Сол үшін осылай айтар едім. И, конечно, ответственность әр адамның өзінде. Бірақ тағы айтарым, маған көмектескен единственный жол осы болды. Сөйлесу. Кәдімгі күйеумен сөйлесу. Ал біз сөйлеспейміз ғой, ішімдеген тап дейміз да. Ол таппайды, естественно. Сосын таппағаннан кейін жаңағы сразу чисто ажырасудың жолын іздейміз. Еще екінші бір момент бар. Еще именно сонда күйініп жүрген кезінде, жаңа күйеуің табыс таппайды. Ол еще келіспейді, ішіндегін таппайды сен еще. Сөйтіп жүрген кезде Инстаграмда, TikTokта ашып қаласың, там бақытты әйелдер, который күйеуі машина алып беріп жатыр, күйеуі үй алып беріп жатыр, қарайсың да, все дейсің ғой, все, ажырасам дейсің да. Сол үшін айтар едімше, олардың бақытты болып жүруінің өзінің артында историясы бар ғой. Может, когда-нибудь олардың да күйеуі табыс таппаған шығар. Сол үшін басқа біреудің точка Б-сына қарап, өзінің точка А-ңды салыстырмай тұра тұр. Бірінші, эмоция кіріп кетпе, әйелдер эмоциямен өмір сүреміз ғой. Бірақ жаңағыдай методтарды қолданып көрсе жақсы болар еді. Бәлкім біздің қоғамда ажырасу азаяр ма еді. Өйткені, оказывается, біз ажырасудан алдыңғы орында да тұр екенбіз. Әлем бойынша да, СНГ бойынша да. Прям топ орында да тұр екенбіз да. Енді қазір айтпаймын, что ажырасу керексіңдер, керек емессіңдер. Әркімнің өз тағдыры бар, өз шешімі бар. Бірақ әңгіме просто ақша келіп тірелген болса, онда попробуйте жолдарын.
неше түрлі жолдары бар. Жаңағыдай хотя бы Аллахтан сұраңыз, потом күйеуіңізге айтыңыз, міне осылай қайта-қайта айту арқылы, бәлкім сөйлесу арқылы шешілер бұл мәселе. Осы жерде бір кейспен бөліскім келіп тұр. Ханым жақсы күйеуге шыққан, содан кейін барып күйеуі жақсы ақша тауып бастайды. Жаңағы үлдеме гүлдеге орайды, картие не картие, бүкіл барлығы бар. Бірақ тек қана бірақ талабы бар екен да, ол күйеудің үйді таза ұста. И соған да келіспей ажырасып кеткісі келеді екен да. Даже ажырасып кеткен даже. И сол кезде мен ойладым да, значит, бұл даже материальный нәрседе емес, ажырасу деген, мысалға жаңа сіз айтып жатсыз ғой, ұрып соғудан бөлек. Материальный нәрседе да емес, жаңа үй жинауды, тазалықты да емес, басқа да емес, просто отбасын құратын кездегі бір іштегі болып жатқан бір проблемалардан. А то бізде былай ойлайды, ақша таппай ма, зачем он мне нужен? Маған шарт қоя ма, зачем он мне нужен? Мен айтқан істемей ма, зачем он мне нужен? Менен бұрын туысқандарын ойлай береді, ол не үшін маған керек? Шынымен де ажырасудың бір шешім көреді. Или ажырассам бай болып кетем деп ойлайды. Как будто еркек осы бүкіл потенциалын осы әйелдің жауып отырған жалғыз сол еркек, сосын сол бүкіл әулетімен жабылып отыр, сол осы келінді жұмыс жасаттырмай деген сияқты. Бірақ осы жерде адамның ниеті өте маңызды, И мынандай сұрақ. Адамда отбасыда жаңа кеңесу дедіңіз ғой, мысалға бір лайфхактар бере аласыз ба? Кеңесуден бөлек қалай таңдай алу керек? Күйеуді ма? Без андай шартсыз жынданбай, ұрыспай, төбелеспей ана сөйлеп жатса әдесем әдеп, жоқ. Қалай таңдай алу керек? Сосын әйел өзін қалай сезіне алу керек? Мысалы біз сізбен құрбымыз, жақсы былай сөйлесеміз, сол кезде айтасыз. Что вы чувствуете? Вот сезімдер жеткізу деген де шамалы проблема да бізде. Бізде сезім емес, претензия, оскорбление ғой жететін. Сол жағынан. Негізі өте максималист халықпыз ғой. Мысалы, қыз бізде, білесіздер, ондай қазақи отбасыда өскеннен кейін бізде не істейді? Шыда. Қызға айтпайды да, күйеуіңмен сөйлесуді үйрен деп енді айтылатын шығар. Енді лично өзімізде айтылады, шыда. Сол айтса үндеме, құрсын, сөйлеме, ішпесе, шекпесе, ұрмаса болды дейді да, айтқан кезде. Негізі бізге отбасылық құндылықтарды дұрыс үйрететін білім қажет біздің халыққа. И мен айтар едім, хорошо енді, өсіп күйеуге шығып қойдық енді. Бірақ әлі де білім алуға кеш емес қой. Сол үшін де бірінші айтар едім, что күйеумен ақылдасу деген нәрседе ең алдымен жаңағы күйеуің сенің өміріңе просто так фигура емес қой келе салған. Это мой муж деп айта салатын. Енді оның өзінің сенің алдында міндеттерің бар, сенің оның алдында міндеттері бар. Әйел ретінде міндетің қандай? Мысалы, күйеуінің әйелі міндеті қандай? Ол әйел үшін жауапты. Оны толыққанды қажеттіліктерін беруге міндетті, айтқан кезде қорғауға деген сияқты. Енді әйелдің еркектің алдында міндеттері бар ғой. Ол қандай? Жаңадай күйеуінің, мысалы, допустим, жаңа айтып жатсыз ғой, үйі таза болса болды деген сияқты. Күйеу запрос қойғанда, мен саған бәрін алып беремін, үй таза болса болды деп. Шынымен де үйді таза қылып ұстау негізі проблема емес қой әйелге. Вообще проблема емес. Тура сол сияқты әйелінің, болады ғой, күйеуінің екеуінің гармоничный өмір сүруі негізі әйел үшін проблема емес. Әйел қаласа бір өмірдің бытышын шығара алады. Әйел қаласа бір өмірді өте бір бақытқа толы ете алады. Бірақ қаласа қаламайды ғой. Өзі қалау керек. Әйелдің өзі де қалау керек. Бірақ мен қазір еркек тұрғыдан айтып тұрған жоқпын, потому что еркектердің не ойлайтынын, қалай көзқарас болатынын мен білмеймін. Әйел болғасын айтып тұрмын. И өзімде отбасылық өміріме қарап, шынымен де мысалы, бүгін келіп күйеуінің көңіл-күйін бытышын шығару бір-ақ сәт әйелге. Смело шығара алады. Просто болмайтын нәрседен, не тоғарадың десең болды ғой, бітті. Сол сияқты әйел жаңағы он должен, я должна, олар, мен деген нәрсені қоя тұру керек та. Мен бақытты өмір сүруді қалаймын ба? Өзім. Естественно, бүкіл адам қалайды. Тоймыңыз болған кезде де, тұрмысқа шыққан кезде бәрінің қалауы сол ғой, бақытты болыңдар дейді та. Бақытты болу деген не ол? Шынымен де, когда сенімен бірге тұрған адамға, неважно ол күйеуің, ол неважно сен подругаң, сенімен кім қасыңа келсе де, ол өзін өте жайлы сезінеді, өте комфортно. Бұны қазір естіп алып, ойлауым мүмкін, мен бірінші сездіруім керекпін ба, не комфортты, пускай бірінші маған сездірсін деген сияқты. Но пайғамбарымыздың методы ондай емес қой. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның методы қандай? Ол өте мейірімді болған. Қасына тіпті андай болады ғой, ашумен біз сияқты претензия айтпайтын болғанда, оның қасына бір адам жақындаса, сондай бір бақытты күй кешкен. Одан тек қана махаббат,
мейірім шығып тұратын болғанда прям есіп тұрады. Сен қасына барасың, ты точно знаешь, что ол сені критикаға салмайды. Сен қасына барасың, сен точно білесің ше, ол саған ашумен қарап, сені жерден алып жерге салмайды. Сен қасына барасың, сен түсінесің, что ол адам тарапынан саған тек қана махаббат, мейірім, жайлылық и андай болады, қамқорлық бар. И ендеше неге сол қасиетті бойымызға алмасқа? Я қазір отыра беруге болады, санасып, күйеуім бірінші істесін маған. Бірінші маған кей адамдар істесін, сосын барып мен көрсетемін. Какой привет, такой ответ деп ой кете береміз. Хорошо, но әлем одан жақсарған жоқ қой. Может, бір сәтке ойлап көреміз, я, хорошо, жұрттың бәрі мен маған должен деп ойлаймын, но бірақ мен де бере алуым керек шығар ол үшін деп ең бірінші айтар едім ше, әйел адам, неважно, ол сенің күйеуің болса да, подружкаң, мамаң, көршің болса да, саған қасыңа келген кезде ол бірінші сен тарапынан мейірімділік байқаса. Сенің ішіңнен сондай махаббат, мейірімділік, қамқорлық шығып тұрса, тіпті танымайтын адамға да. Просто саған қарайды, сен оған просто қарайсың, жымиясың. Жымиюдың өзі сүннет қой, мысалы. И осы бір мінезді бойымызға сіңірген кезде мен ойлар едім, что отбасыда проблема туындамас еді көп. Аллахқа мәлім. Бірақ осы нәрсені қолданып көру маған өзімнің бақытты болуыма әсер етті. Менімен күйеуімнің де бақытты болуына әсер етті. Өйткені өзім де бақытты болған маған маңызды ғой бәрібір. Мен мысалы, допустим, жұрттың бәрін бақытты қылып, өзім бақытсыз болсам, мен оған келіспес едім, мысалы. Мен оны жасамас та едім. 2 күн жасайтын шығармын, жаңағыдай сыртыма якобы махаббат шашып. Үшінші күн айтамын ғой, так, стоп, айналайындар. Өздеріңе керек махаббатты өздеріңе алыңдар деген сияқты. Ну нет же. Мен өзімнің бақытты болғаным да маңызды. Бірақ қай уақытта адам бақытты таба алады? Реально оның қасына келген, сенің қасына келген кезде адамдар өзін сондай қамқорлыққа бөленіп тұрғанын сезіне алады. Мейірімге, махаббатқа, сондай болады, жанашырлыққа прям. Сондай сен тарапынан сезіледі да ол нәрсе. Болды. Ол адам да саған соны көрсетеді. Представьте, сен келесің да, біреумен қырылысқың келіп тұрады, ол күліп тұрады саған. Андай претензиямен, сарказммен емес, махаббатпен. Айтады да, без проблем. Давай сөйлесейік. Конечно, мен сені тыңдаймын. Айтшы, мен сенің өмірін жеңілдету үшін не істей аламын деп осындай сұрақ қойса саған, сен адаммен қырылыспайсың ғой. Қырылысқың келіп тұрса да қырылыспайсың ғой. Ұят қой қырылысу онамен. Сол сияқты мен айтар едім ше, вот всегда күйеулеріңізге айта алсаңыздар. Мен сенің өміріңді дәл қазір жеңілдету үшін, мен сенің өміріңе сондай махаббат, мейірім бере алу үшін не істей аламын деп. Айту мүмкін, плавкам жоқ қой. Носкиімді жуып болды, сол жарайды маған деп айту мүмкін. Ну, барыңыз да істеңіз и все. И ең қызығы, осылай айта берген кезде почему-то күйеуіңіз де бір күні айта бастайды солай. Сен не қалайсың деп. Я, жан, ну, енді любой адамда мындай не бар да, разум бар. Ол түсінеді ше, өзі жасалып тұрған жақсылықты түсінеді ол. Кешірім сұраймын, қате айтсам, бірақ мал емес қой. Түсінеді, ода ақыл бар, ода разум бар. И сол үшін өзіне қайта-қайта сен тарапынан жақсылық болып жатса, күйеуің де саған келеді. Сонша маған жақсылық көрсетті ғой мына адамға, бір хоть гүл әперейінші деп әйтеуір келіп тұрады. Бір сенің ыдысын жуасылама әйтеуір келіп тұрады. Өйткені неге? Сен тарапынан тек қана андай ешқандай шартсыз, мен саған махаббат көрсетемін. Сен де маған көрсетпесең тебе қана деген емес. Вот реально шартсыз сен тарапынан тек қана махаббат, қамқорлық, жанашырлық шығып тұрса, сенің айналаңдағы любой адам саған оны көрсетеді. Өйткені Аллах әділ. Әділет емес, әділ. Ал шартпен істесең, көрсетпейді саған, ештеңе көрсетпейді. Наоборот, басыңа айтқан кезде отырып білген істеп кетеді. Сен сол кезде айтасың, а я говорила, жұрттарға махаббат көрсетпеу керек оларға. Білген істеп кетеді деп. Ну, потом шарт болды ғой сенде. Сол үшін шартсыз просто попробуйте. И мына сұрақты жиі қойып жүрсеңіздер күйеулеріңізге. Жаным, айтшы, дәл қазір сенің өмірін жеңілдетуге, и сені дәл қазір андай болады, бір сәтке болсын бақытты қылуға мен не істей аламын саған? Қалай көмектесе аламын? Тыныштық берші дейді ғой. Тыныштық берші дейді, жаңа бір тамақ істеп берші дейді, қалаған там бір мантра жаз дейді, жаңа носкиімді жуып қойшы айналайын дейді. Мысалы қарасаң, аспандағы айды алып бер демейді да. Болмайды нәрселер негізінде бақытты қылатын. Получается, осыдан келетін түйінді не? Адам бақытты болуды өзі таңдайды екен да. Бірақ бірінші өзінен шығу керек екен. Шартсыз махаббатпен тек қана. Шынымен де айтады ғой, мысалға әйел не үшін жаратылды? Еркегіне тыныштық беру үшін. Әркімнің тыныштығы әртүрлі болып тұр ғой, шынымен біреуде носки жуу керек болатын болса, біреуде үйді таза ұстау, біреу просто манты. Негізі бар ғой, қызық нәрсе. Любой әйел күйеуінің не қалайтынын біледі. Ой, я не знаю, қанша сесінде жақпадым күйеуіме деген нәрсе болмайтын әңгіме. Любой әйел біледі күйеуінің на самом деле не қалайтынын, күйеуінің не жақсы көретінін, оны қалай тынышталдыра алады, и оны қалай құтырта алатынын да біледі. Қандай сөз айтса күйеуінің құтырып кететінін, жаңа ашылып кететінін бәрі біледі әйел. Сол үшін жаңа айттым әңгіме басында, давайте бүгіннен бастап честно болайық. Реально честно болған кезде сен білесің ше, ну если честно, мен күйеуімнің не нәрседен тыныштық алатынын білемін.
бірақ жасамаймын. Мен жасағым келмейді оны, нифига, не үшін жасауым керекпін, пускай өзі жасасын деп кетіп қалмай, просто бүгін істеп көрсеңіз да соны. Манты жақсы көре ма? Манты жасаңызшы. И просто күлімсіреп андай болады ғой. Қазір мен манты жасаймын, потом ол күйеуім келеді да, вау деп талып түседі, короче, мен аяғымнан сүйіп, гүл беріп, мен үстіне ақшамен жаудырады деген шартты алып тастаңызшы, ол киноны бар ғой. Киноны алып тастаңыз да, я Аллахым, мен просто бүгін күйеуімді қуантқым келеді деп. Просто так. Осылай істеп көрген кезде, шынымен мынандай көресіздер да, оның эффектісі қандай болады. И осылай күнде істесеңіз қалай болады. Не знаю, күйеуіңіз ойланып қалатын шығар, мына қатынға не болды деп. Ойбай, не болды мынаған деп. Сізбен ұрысқысы да келмейді оның, скорее всего. Шынымен даже мынандай бар ғой, айтады да әйелдер, күйеуім менен көп талап етеді. Үйінде жинап беруім керек, бала шағасына бағым керек, өйтуім керек, бүйтуім керек дейді. Жоқ, именно жаңағындай өзінің бір тыныштығын тауып алса, күйеуге ештеңе қажет болмай қалады екен. Мысалға, бізде де отбасында мынандай да, менің күйеуіме не важно, баяғыда бүйтіп айтатын, мен үйден тамақ ішкім келеді. Үйден тамақ істе дейтін. Қазір бүйтеді ғой, давай закажем. На самом деле ол емес екен, ол емес екен. Баяғыда өзі уборкаға кірісіп, ананы түрткіштеп, мынаны түрткіштеп, давай біреу шақыра салып жината салайық. Яғни оған да важно да әйел адамның тыныш болғаны. Өйткені бізде әйел ретінде оның тыныштығын ойлаймыз. Мен түсіндім, біздің күйеудің несі, тыныштық не екенін түсіндім. Ол дұрыс орындалса, болды, қалғанда все. На весь день тебе хорошее настроение обеспечен. Шынымен де. Потом шынымен бағанасы айтқан жақсылық жасасаң, ол да жасай бастайды, ол да түсіне бастайды. Шартсыз жақсылық болса, ол жамандықпен қайтпайды. Шартты жақсылық болса, мен саған жасаймын, сен де маған жаса, ол кезде қайтады. Не үшін? Сен шартың бар екенін көрсету үшін. Сөйтіп айтады да, мысалға, сен даже осындай бір кішкентай моменттерге де көмектесіп қояды ғой. Әкелші, мен сен жаңа подкасттың бір жерін дайындап бере салайын, мына жерін бүйтіп бере салайын, консультация жасайсың ба, мына жерінді дайындап бере салайын. Кәдімгідей, бізде әйелдер көбінесе не ойлайды? Ол тек қана ақшамен қамтамасыз ету керек. Болды. Кейстер бар, которые ақшамен де қамтамасыз етті сені, но ты все равно недовольна, потому что саған үй жина деді, болды. Сонда жасамайтын. Негізі бар ғой, қосатын нәрсе, жаңа күйеуімен көп нәрсе талап етеді дейтін әйелдер бар ғой. Жаңа отбасыма да қарау керексің, әке-шешеме қарау керексің, үйде керексің, бүйту керексің. Ол әйелде кішкене қарап қою керек та, менде талабым көп па деп күйеуіне. Тағы айтамын, Аллах Тағала әділ. Именно сенің күйеуіңнің, именно қазіргі сенің күйеуің болғанның ол хикметі бар өзінің. Саған тура сондай күйеу келді, уже келу керек болғаннан кейін. Сол үшін кімнің күйеуінің әйеліне талабы көп, прям сен бүйту керексің, ты должна. Ол әйел так хорошо. Кінәламай қоя тұрайық, кінәлі всегда табылады. Любой уақытта табуға болады. Қазір мен кінәліп қойта саламын айтқаныма оның. Бірақ бір сәтке қарау керек. Менің де талабым көп па оған? Либо жоқ, мен одан дым сұрамаймын, просто бүйтсе болды дейтін әйелдер сыртқа шығармайтын талаптар бар ғой. Іште миллион претензия, миллион. Сыртына бірақ, жан сен мені асырасаң болды ғой дейді, бірақ ішінде көп та оның. Білмейсің ғой, ол әркімнің өзі біледі. Сол үшін давайте андай любой неде проблема туындаған кезде, ол күйеуімен болсын, ақша болсын, екі-ақ нәрсе бар шешетін. Қандай? Либо кінәліні табасын, либо сол проблеманың шешімін табасын. Ал біз көбінесе кінәлі кетіп қаламыз ғой. Ой, күйеуім кінәлі, тиран, ужас, андай, мұндай деген сияқты. Табуға болады, всегда 6 секундта кінәлін табуға болады. 6 секундта. Но шешімін тауып көрдіңіз ба? Хорошо, окей, менің күйеуім осындай. Не істеймін енді? Бұның шешімі қандай деп ойланған кезде адамға жауаптар келеді оның бәрібірде. Келмейді емес, келеді. Сол үшін де мне осы бір екінші вариантты ұстануға өмір бойына. Неважно ол, ертең сен болашақта жұмыспен проблема бола ма, ақшамен бола ма, сондай уақытта кінәліні емес, сол мәселенің шешімін іздеуді фокус қойсаң, ол мәселе шешіледі. Өйткені Құранда айтылады, адам не нәрсеге ұмтылады, соның қарымын алады дейді. Кінәліні іздеуге ұмтылса, кінәлі табылады ол. Ойбай, жаңа күйеуіңде кінәлі, оны туған мамасы да кінәлі, көрші, ит бәрі кінәлі. Ал проблеманың шешімін табуға ұмтылсаң, сен соның қарымын аласың. Проблеманың шешімі келеді саған. Енді Жұлдыз ханым, қарым-қатынасты түсіндік, ақша келгенде қалай әйел болу керек, қалай ақша табу керек, әйел потенциалын. Енді адамның ақшаға деген қарым-қатынасы қалай болу керек? Бізде жаңа бағана айтып кеттім ғой, қолдың кірі деп
айтады деп, я болмаса Жаман ол нәрсе ма? жаман нәрсе, ақша алсаң құтырып кетесің, қуып кетесің, бүйтіп кетесің, сөйтіп кетесің деген бір адамның қорқыныштары болады. Негізінде экологично адамның қарым-қатынасы қандай болу керек ақшамен? Хорошо, жаңағы бір шайқан нәрсеңіз бар ғой, ақша қолдың кірі деп біз қорқамыз енді. Бар енді сондай немізде, ДНК-мызда ма. Ақша ол ризықтың бір түрі. Ризық жаман ба? Жақсы. Бәріміз сұраймыз ғой ризықты, ойбай, бер, бала бер, дүние бер, денсаулық бер. Ақша да тура осындай бір формада адамның өмірін жақсартуға келген нәрсе. Допустим, бала өмірінде болса ничего, өмір сүре бересің да. Бірақ бала болса өмірің гүлдене түседі ғой енді. Да? Өзінің тәттілігі бар, саған өміріңе кіргізетін берекесі бар. Тура сол сияқты денсаулығың жоқ болса, өліп қалмайсың, енді өмір сүресің. Бірақ денсаулығың мықты болса, күшті ғой. Тура сол сияқты ақша ризықтың бір формасы, и ол жаман емес. Адамның өзі жаман болғаннан кейін ақша келген кезде құтырып кетсе, ақшадан көре салады да. Мен негізі идеал едім. Мен ойбай, ангелмын ғой. Мені құртқан ақша ғой деген сияқты. Ақша адамды құртпайды. Адамның өзі құртылса, ол ақша соған әшейін бір құрал болып қалуы мүмкін да, қолындағы пайдаланылатын. Мысалы, баланы да құртатындар бар да. Бала жаман деген сөз емес, бірақ мысалы баласы болса, жаңағыдай ойбай, мен қос ұлым бар, шүкір, ертең мені асырайды деп, мысалы, дұрыс емес қарайтын нәрсе бар балаға. Бұл жерде бала жаман деген сөз емес қой, иә? Сол сен келгеннен кейін анау құтырды деген сөз емес қой. Бұл жерде ана кімге келді бала, кім құтырды, соның бұл тәрбиесі да. Сол үшін де біріншіден ақша жаман емес. Ақша қолдың кірі дейтін болса, кімнің қолы кіріп жатқан? Сенің ғой. Значит, проблема сенде, скорее всего. Ақшада емес. Сол үшін де біріншіден осылай бір ақшаны бір итеріп тастауды қоя салайық, иә? Ол ризық, Аллахтан келген ризық. Ризықтың жамандығы жоқ. Аллах Тағала біздің өмірімізге жіберді. Сол арқылы өміріміз жақсаруына, өміріміздегі құлшылығымыздың жақсаруына әсер ету үшін. Сол үшін жаман дегенді ығыстырайық біріншіден. Екіншіден, ақшаны жаңағы экологично қалай жарату керек, қалай онымен отношение дұрыс болу керек дейді ғой. Жалпы негізі ақша не үшін келеді адам өміріне? Жаратылу үшін ғой. Жаратылу үшін тек қана. Біз не істейміз? Сақтаймыз ғой, сандыққа сақтаймыз ғой. Жинаймыз. Еще жинаған ниетіміздің түбінде мынандай нәрсе бар да. Вдруг ертең бір ситуация келеді. Мен сол ситуацияда ақша таба алмай қаламын. Менде ондай варианттар болмай қалады. Сол кезде мына ақша көмектеседі деген ниетпен жинаймыз көбінесе. Анау болады ғой, мен просто жинап жатырмын деген нәрсе, ол өтірік. Қостап үй алатындар, мысалы, не үшін білесіз ба? Мен бәрімен білмеймін ниетінің барлығын. Бірақ лично өзім танитын қос үйлері бар. Даже когда-то у меня тоже было. Қос прям. Не үшін? Сырттан қарасаң, это же инвестиция дейді да. Давай по чесноку деген кезде, ашып қараған кезде, ертең вдруг жаңағыдай бірнәрсе болып қалса, менің басыма қара күн төнсе, сол кезде мына үйді сатып, соған өмір сүремін ғой деген ниетпен алады көбінесе. Болмаса бала шағама дейді да. Бала шағаң аяқ қолы сапсау ғой. Балам алып қойдың дейді да, қостап. Оның аяқ қолы сапсау ғой. Сен алып жатсың үйді, ол өскен кезде ол аламай ма не? Сонда сен балаңа күмәнмен қарап тұрсың ғой. Что ол нормально, аяқ қолы сау, табыс таба алатын, өз-өзіне үй алатын адам болып өсетініне сенбеймін деген сөз ба сонда? Например, сондай. Сол үшін де ақша келеді адамға, оның өмірін жақсарту үшін, жаратылу үшін. Жинауда енді, ойбай, маған жинау болмайды екен ғой деп кетіп қалуға тағы болмайды. Бұл жерде ниет қандай жинаудағы? Егер сіз, например, ақшаңыз бар, уже базалық хотелкаларыңыз жабылған, артық ақшаңыз тұрса не істеу керек ондай уақытта? Ондай уақытта мен айтар едім, что қай уақытта сақтауға болады? Сақтауға емес, бір айналып тұру керек ол. Қай уақытта инвестиция саласың, например, просто тұрмайды да ол банкте, счетта деген сияқты. Ол айналып тұру керек. Бірақ айналып тұрғаннан не үшін айналып тұру керек? Ол болашақта маған үлкен мүмкіндіктер келеді. Бір күшті үй келіп қалады. Болмаса күшті бір білім келіп қалады маған. Күшті бір андай проекттер келеді, оған ақша салу керек. Сондайға деп жинасаңыз, смело. Смело. Мүмкіндіктер үшін алда бір күшті шанстар келеді. Соған бір жақсы нәрселер келеді. Соған ақша керек болған кезде бере салғанға деп сақтасаңыз, бұл жерде әңгіме жоқ. Ал жаңағыдай черный деньға, ертең бірнәрсе болып қалған кезде, балам табыс таппай қалса, соған деген нәрсенің барлығы негізі өте дұрыс емес ниетпен басталған нәрсе, ол тура солай болады еще. Өйткені ниетің сен соған ұмтылды ғой. Сен 100% уверен болып тұрдың ғой, что сен бір күні саған қаралы күн келеді, и саған ана ақша керек болады. Сенімді болып тұрдың ғой. А неге тура сол сенімді былай қоймасқа? Аллахым, сен всегда мені жалғыз қалдырмайсың, никогда мені аш қалдырмағансың. Мен көшеде қалған жоқпын, сен всегда маған ризығымды беріп жатсың, мен саған сенемін деп айтсаң. И Аллахтың всегда саған ризық беретініне қатты сенсең, иә? Чем черный деньға сенгенше, Аллахтың беретініне сенсең, фокусың аударылса. Не знаю, біздің өмірімізде вообще өзде ақшамен проблема болған адам болмас еді деп ойлаймын.
бізде көбінесе қысып қалады ғой енді. Иә, қорқыныш жаңағыдай, бүгін беріп тұрған Құдай ертең бермей қалады деген сияқты бір ой келуі мүмкін. Тағы жаңа әңгіменің басында айтып кеттік, еңбек етуден қорықпа. Еңбек еткен адамда никогда ақшасыз қалмайды. Өйткені Аллах Тағала всегда қарымын береді, всегда. Всегда береді. Сол үшін егер адам ақша жинап жаңағыдай бір күні осындай болып қалады дейтін болса, ол адам значит пландап отыр еңбектенбеуді болашақта. Мен жатамын жайлап. Сол кезде ақша келмей қалады деп түсініп тұр уже ол. И соған керек дейтін болса, уже ол ақша жинаудың мәні де ниеті де дұрыс емес мүлдем. Сол үшін айтар едім, әсіресе бұл еркектерге емес, бұл әйелдерге ақшаңызды бөліп тастаңыз. Допустим, сіз ай сайын миллион теңге табатын болсаңыз, соны бөліп тастаңыз. Мысалы, например, өзіме алсам, мен ровно бөліп тастағанымда 25%. 25% менің біліміме кетеді. Біліміме. 25% садақаға кетеді. Кейде одан да көп. 25% инвестицияға, ол мүмкіндіктер үшін еще. Мен ол ақшаны никогда жинап, сақтап отырмаймын. Ол бір күні инвестиция ақшам, допустим, 2 миллион тұрса, и бір күні маған үлкен бір күшті білім келсе, мен жаратып жібере аламын сразу. Ой, қой, ол деген айналып тұра берсін демеймін да. И қайтадан жинап бастаймын деген сияқты. И сосын 25% бұл обязательно жаңағы өзімнің жаңағы жеке хотелкаларым болады ғой, енді жаңағы күйеуім алып беретінен бөлек. Бөлек жаңағыдай үлкен покупкалар болуы мүмкін, соған кетеді. Для меня это проще, чем қайсысын қайда жіберем деп отқаннан гөрі маған это проще. Но заметьте, ішінде анда жоқ. Бала шағама, үйге, тамаққа, күйеуімді асырауға деген нәрсе жоқ ішінде. Сол үшін де әйелдерге айтар едім ше, күйеу, бала, шаға асырауды бәлкім осы жерден қоярмыз. Бәлкім күйеуімізбен сөйлесетін момент келді. Именно ақша мәселесінде. Бәлкім өзіміздің жеке бір тұлғалық дамуымызға фокус қойып, потенциалымызды ашатын момент келді. Наконец-то уақыт келді, что көп ақша табудың нормальный екенін түсініп, соған ұмтылатын уақыт келді. И сол ақшаны еще бір өзіміздің халыққа, үмметке болсын пайдасына жіберуге уақыт келді деп ойлаймын. Уже все, бітті уже, кінәлап біттік бәрін. Ой, үкіметтен бастап, соңында үй есік алдына жүрген итке дейін кінәлі бітті. Не шықты? Ештеңе шыққан жоқ. Сол баяғы жылаған қалпың. Может, бүгін қоярмыз уже, все уже, бітті уже. Біреуді кінәлі қылудан нәтиже шыққан жоқ. Енді, может, өзімізге қарай бастаймыз бір сәтке болсын. Что, так, менің жеке өзімнің өсуім қалай болып жатыр? Менің жеке өзім тұлғалық дамуым қалай болып жатыр? Потенциалым не болып жатыр менің? Не жауап берем? Мен ішінде ертең салынған Аллахтан келген миссия бар ғой менде. Жаңа көмектесу керек деген. Біреу мысалы нереально керемет врач болуы мүмкін да. Бірақ ол әйел күйеуін кінәлап отыр жаңағы. Саған тигеннен өйстіп қалдым деген сияқты. Енді әркімнің өзінің шындығы бар. Но бірақ біреуді кінәлайтын уақыт біткен шығар, наверное. Просто біз ақша табуды тікелей жалғап қойыңызшы. Мен ақша тапқан сайын потенциалым ашыла берді, жалғап қойыңызшы, болды. Ақша табу проблема емес уже. Ақша табу күнә емес уже ол жерде. Сен потенциалың ашылған сайын тауып жатсың ақша, болды, там есть еңбек, ол жерде ниет бар, сен потенциалың ашылып жатыр, ақша келіп жатыр, ол керек жеріне адалынан жұмсалып жатыр, үмметке көмектесіліп жатыр, тут нету проблем. И тура сондай ойлаған әйелдерде күйеумен проблема болмайды. Жаңа күйеуім сен тауып жатсың ғой, сен асыра деді деп айтпайды ол кезде. Ана әйелдің қалтасында дым жоқ өйткені, табады ақша, кетіп жатыр орнына. Жаңа садақасына кетіп жатыр, өзінің дамуына кетіп жатыр, жаңағыдай болады ғой, инвестицияға салып жатыр, керек болса, бұл айтқан кезде. И көмектесіп жатыр халыққа. Болды, ол әйелге күйеу өйтіп қарап отпайды да, сенде бар ғой деп біледі, что әйелі жоқ уже, кеткен ол кететін жағына. И ол әйел келесі айдан бастап тағы да солай с нуля бастай береді, қайта. Сол үшін де біздің ең ақшаға келгенде қарым-қатынастағы үлкен неміз, бір проблема деп айтайын ба, жинайды. И естественно, ол туралы күйеуің біледі. Что әйелің счетында нормальный ақша жатыр. И тогда зачем жұмыс істеп? Егер менде әйелімде нормальный сумма жатса счетында. Ол енді ол да адам ғой, ол да азғырыла бастайды ғой. Жайлап жаңа жұмыста проблема басталады. Оны шешкісі келмейді ол. Шешпей ақ қойсам да, жұмыстан шығып кетсем де өлмеспін деген позицияға келеді. Өйткені артында әйел тұрады. Ең қызығы, күйеуі әйеліне сеніп бастайды ғой. Вот это уже нехорошо. Негізі күйеу Аллахқа сену керек еді. Аллахым, басқаға қаратпа мені, өзіңнен басқаға мұқтаж етпе. Тем более әйелге қаратпаш деп па? Тем более мына қатынға қаратпа, ойбой, басыма әңгіртай қойнады да, мысалы. Бірақ Аллахқа сену керек еді күйеуі. Неважно менің күйеуім, әйелім қанша табады, ол хоть триллионер болса да, әйелім. Менің өзімнің де потенциалым бар деп, еркек те өзіне қарайтын еді. И понимаете, сонда әйелдің еркекке отношениясы бұзылып кеткен, ақша ортада жаңа құрал ойнап жатыр, между собой қырылыстырып, еркек өз-өзімен кеткен, и сөйтіп осындай қоғамда көп проблема туындап жатыр. Хотя әркім изначально өз орнында болса, бұның бәрі болмаса деп ойлаймын. Бірақ енді болып жатыр, значит, осындай мәселе болып жатыр. Бұл нені білдіреді, что где-то утечка кеткен уже.
әйел еркек болып кеткен, еркек уже жайлап жатуға дайындалып жатыр. Болмаса жатыр. Болмаса жатыр. Сол үшін де айтар едім ше, что бізде қарым-қатынас темасына өте көп білім алу керек. Жаңа әйелдер бар ғой, мен табыс табамын, бірақ күйеуім табыс таппайды. Сол күйеуіңе беретін ақшаңды салшы біліміңе. Алшы бір білім. Так, менің шариғаттағы осы жалпы рөлім қандай өзі деп бір мықты ұстазға баршы, пожалуйста. Бер ақшасын. Ал душы риза қылып бер. Басқа бір осы бір салада жұмыс жасап жүрген адамға, экспертке бар. Бер ақшасын. Өзіңнің бірақ білім алшы. Сен ана байғұсты кінәлі қылып, еще оған ақша бересің, еще ол кінәлі қылып қойғаннан бері, айтқан кезде лучше дамуыңа фокус бөлші. Бәлкім сол кезде сенің қазір басында жатқан проблеманың жартысы шешілер ме еді. Өйткені тағы айтамын, көп проблема туындайды білімсіздіктен. Білмегеннен өзіміздің орнымызды білмейміз, өзіміздің құқығымызды білмейміз, өзіміздің жаңағы болады ғой, ақша көп болып кеткеннен не істеу керектігін білмейміз, жоқ болғанда не істеу керектігін білмейміз, ітін білмей жүре береміз. Бірақ нәрсені білеміз. Біреу кінәлі екенін білеміз тек. Еще мынандай нәрсе, бір сұрақ сұрайыншы. Нольда болу нормально. Абсолютно хорошо. Это абсолютно хорошо. Нөл, білесіз ба? Нөл, прям қалтасында дымы жоқ, прям нөлді жүрген адамдар, білесіз ба, ол өмірде біреуге арман. Кімге? Қарызы бар адамдарға. Қарызы бар адамдар нөл бөлуді арман дейді, білесіз ба? Қарызынан құтылсам ғой деп арман дейді. Это құтылу деген не? Ол уже дырканың бәрін жауып, нөл болып келу ғой. Все, өмірді жаңадан бастайсың деген сөз ғой. Сол үшін кімде қазір вообще нөл ақша жоқ дейтін болсаңыздар, жылай бермеңіздерші, пожалуйста. Сіздің өміріңіз қарызға батып жүрген адамдарға арман ол. Аллахым, мына қарыздан құтылып прям болады ғой, сол нөл состояниесіне келсем ғой дейтін адамдардың арманы. И нөл болып қалған состояние нағыз сенің ниетіңді көрсететін состояние. Қандай? Либо қазір двигаешься, либо осы халде отыра бересің кінәлап. Үкіметтен бастайсың, иттен аяқтайсың үйдің алдындағы. Сол үшін қазіргі халіңе қара. Қалтаңда ақша жоқ, окей. Бірақ сен жыбырлап атсың ба? Или біреуді кінәлап атсың ба? Сол үшін сенің анық ниетіңді көрсетіп беретін хал ол. И нөл состояниесі это неплохо, это абсолютно нормально. Өйткені нөл болған адам қайтадан бастау керектігін біледі. Болды, дұнда да жатыр ол айтқан кезде, болды, одан хуже ештеме жоқ та, қарыз деп болмаса, бірақ ол адамда уже нөлге келген кезде, так, жатырмыз нөлде, енді не істейміз деп басына кішкене несеше сұрақ қойса өзіне, ол адамда өте көп жауаптар келеді, жасалатын еңбектер өте көп, жұмыс өте көп бізде халқында. Жұмыстың көптігіне бір айта кетейін дәлел. Менде компания болды, 100-ден астам адам жұмыс жасады. И жұмыскерлер кімдер? Сату мамандары, маркетинг мамандары, техникалық неге жауап беретін мамандар, таргетологтар деген сияқты. И білесіздер ме, сол 100-ге жақын адамның әрқайсысын біз іздеп жүріп тапқан адамдар. Жалынып жүріп. Саған 500 мың береміз, зарплата, миллион береміз деп тапқан адамдар. Біздің неде мықты мамандар өте аз. Допустим, таргетологта обычный, қарасаң 2000 бір таргетолог сияқты көрінеді. Но извините, нағыз ішіне кіресің ғой жұмысыңның. Мықты таргетолог бар ма деп сұрайсың ғой, таныстарыңа шығасың, жазасың бүкіл жерге, бар ма айналайындар, берем ақшасын дейсің. Сол үшін ақша жоқ, жұмыс жоқ вообще. Жұрттың бәрі SMM-шік болып кеткен деп, жұрттың бәрі SMM-шік дегені, жұрттың бәрі профи деген сөз емес. Өте көп сұраныс. Элементарно, допустим, прогревщиктер. Өте көп шығып жатыр ғой, прогревщиктер, бірақ мықтысын іліп аласың ғой, таңдап жүріп, 100-дің арасын тауып аласың ғой. А что если сол 100 прогревщик бар, 100-і де өзіне фокус қойса, біреуді кінәлай бермей, Так, мен осы салаға келдім, осы салада до конца барам деп фокус қойса, білмеймін енді, еліміздің экономикасы көтеріліп кетермеді, көтеріліп кетермеді, сонша мықты мамандар. Басқа елден сұраныс туып, до того. Сол үшін де мықты маман болсаң, жұмыс көп, егер мықты емес маман болсаң, значит, әлі саған көп оқу керек, и көп практика, сенде уақытың жоқ деген сөз ол. Сенің ана жылап, біреуді кінәлап отыратын уақытың жоқ деген сөз. Ал мықты маман болсаң, тем более сенде уақыт болмайды. Өйткені сені жұлмалап алып кетеді, айтқан кезде. Шынымен де біреуді мысалға іздейсің ғой, ассистенттің өзін таппай жүр ғой мысалға. Элементарно. Еще сіздің запросыңыз қандай айтайын ба? Четкий болса. Четкий болса. Жауапкершілік болса болды. Басқа диплом керек па мысалы? Жоқ. Керек емес, жаңағы болады опыт работы 45 жыл деген бар ма? Жоқ. Неважно. Мысалы, менің личный ассистентім жас қыз. Маған келген кезде 16 жаста болған. 16 жаста мектепті енді бітірген қыз, маған оның дипломы керек болған жоқ, извините. Маған оның опыт работы керек болған жоқ, маған тек айттым, жауапкершілігі мықты болса болды, четкий болсаң болды дедім, болды. И тура осы екі қабілетімен әлі бірге жұмыс жасағанымызға 3 па 4 па жыл болды.
И мен сол екі қабілетін мен әлі одан сұраған жоқпын ше, дипломың бар ма сенің деп. Мне вообще не интересно оның дипломы, если честно. Жұмысына жауапкершілікпен қарашы. Жауапкершілікпен. И өзінің жұмысына жаңа четкость, нақтылық болсыншы, болды, маған ештеңе керек емес. Тура сол сияқты қазіргі біздің рынокта қоятын настолько біздің уже енді болады, мықты мамандар өте аз, айтамыз ғой. Әй, неважно, қайда оқыдың, кімде жұмыс істедің. Өз салаңда жауапкершілігің мықты болсыншы, болды дейсің да. Жауапкершілік қана жауапкершілігің болсыншы, болды дейсің. Анау сенің опыт работа 10 жылдан аз деп отырған адам жоқ қазір. Қарамайды уже. Сол үшін де жаңағыдай тағы айтам, біреуді кінәлау ол соңында жақсылыққа алып баратын нәрсе емес. Хотя көп адам табуға болады кінәлі қылып. А вот шешімнің, именно проблеманың шешімін іздеу всегда жақсылыққа алып барады. Всегда. Сен өткені всегда шешім табасың оның именно. Күшті. Рахмет, Жұлдыз ханым. Прям машаллах. Біраз темадан бастап, біраз темаға дейін талқыладық. Иншаллах, көрермендерге пайдалы, қайырлы болсын. Құрметті көрермендер, сіздерге Жұлдыз ханымның атынан керемет сыйлық. Осы подкастты соңына дейін көріп, YouTube каналымызға, Instagramға подписка жасаған ханымдарға, комментарий жазған және сторисында бөлінген 5 ханымға, дұрыс қой? Сол ханымдарға 20 000 теңгеден 5 адамға сыйлық беретін болады. 100 000 теңге сыйлық берем, потому что я знаю, что ол ақша кез келген әйелге керек. И сыйлық ол не үшін? Ол жай ғана сыртқы бет-бейнесі ғой. На самом деле бұл нені білдіру, что осы подкасты шынымен пайдалы болған болса сізге, онда бөлісіп, басқаларға да пайдалы болса, өзіңізге ұнаған моментті прям қиып алып сторисіңізге бөліссеңіз, иншаллах, мен сондай 5 адам таңдап алып, сыйлық бергіміз келеді. Ниетіміз қандай? Просто сыйлық беру емес, что осы подкаст пайдалы болса, басқаларға да көрінсін, басқалар да өзіне керегін алсын деген ниетпен беріліп жатыр. Машаллах, Алла разы болсын. Негізі кейінгі кезде бізде подкастта келген қонақтарымыздан өте жақсы сыйлықтар болып жатыр. Соңына дейін көріңіздер, комментарий жазыңыздар, подписация етіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.